Good day, dear students. How are you? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles Grade 4 Pupils Book кітабындағы 81-ші беттердегі checkpoint өзіңді тексер жаттығуларын бірге орындайтын боламыз. Exercise number 1. Look, read and circle. Бірінші жаттығуды қарайық оқушылар. Оқы және дөңгелекте дейді. Бұл жерде суреттегі не нәрсе екенін астындағы дұрыс сөзді белгілеп жазуымыз қажет. Нөлде көрсетіп тұрғандай ол бізде cool box деп белгілеген. Бірінші бізде ол бізде camp stove немесе blanket деген. Бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай сүлге, ол бізде blanket болады. Келесі екінші бізде campfire немесе firewood. Campfire деген лагерь оты, firewood деген отын. Бұл жерде яғни campfire болады. Келесі үшінші бізде penknife немесе whistle. Бұл бізде ысқырық, бұл жерде whistle болады. Төртінші rope немесе fishing rod. Rope деген ол бізде арқан еді, ал fishing rod ол бізде балық аулайтын қармақ. Fishing rodты белгілейміз. Бесінші penknife немесе rope. Бұл жерде penknife болады. Келесі exercise number 2 read and complete. Оқы және толықтырып жаз деген. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде оқушылар ауа райына қатысты. Бірінші бізде sunny деген, яғни күн шуақты, күн шығып тұрған ауа райын айтамыз. Нөлде көрсетіп тұрған мысалда. Енді біріншісін оқиық. What's the weather like? Ауа райы қандай деп сұрап тұр. It's cold and it's snowy болады, яғни қар жауып тұр дегенсін. Қарлы деген ауа райы. Келесі екінші what's the weather like? Ауа райы қандай? It's windy and it's rainy болады. Бұл жерде жаңбырлы ауа райы, яғни windy деген желді, және де бұл жерде жаңбырдың суреті көрсетіп тұрғандықтан rainy жаңбырлы болады. The next exercise number 3. Келесі жаттығу үшінші жаттығу оқушылар. Нұрлан wants to go camping with his family дейді. Нұрлан өзінің отбасымен бірге кемпингке шыққысы келеді, яғни табиғат аясына саяхатқа шыққысы келеді дейді. What must немесе mustn't he do дейді. Ол не істеу қажет және mustn't істемеу қажет, яғни міндетті емес. Read and complete. Сөйлемді оқып толықтыр дейді. Енді нөлде мысалда көрсетіп тұр. He must take warm clothes with him. Ол өзімен бірге жылы киімдер алып шығуы қажет дейді. Бұл жерге must'ты қойған. Енді біріншісін оқиық. He light campfires near trees. Ол лагерь отын ағаштың жанында жағу қажет дейді. Ол дұрыс емес қой, яғни олай істемеу қажет. Бұл жерде біз mustn't деп қоямыз. Келесі екінші бізде he go for a walk alone. Ол жалғыз жүруі қажет дейді. Бұл жерде біз олай емес must'ты қоймаймыз, mustn't болады. He mustn't. The third үшіншісі he mustn't make much noise. Ол яғни қатты дауыс шығармауы қажет. Төртінші he mustn't go near wild animals. Бұл жерге mustn't қойған себебіміз ол жабайы жануарлардың жанында жүрмеуі қажет деген сөз, яғни болмайды. Бесінші he must have a rope with him. Ол өзімен бірге арқан алып шығуы қажет, яғни must'ты қоямыз. Соңғысы бізде exercise number 4 make sentence. Төртінші жаттығу сөйлем құрау. Біздерге сөздер берілген, соларды тиісті орнына қойып сөйлемді дұрыс жазуымыз қажет. Нөлде мысалда көрсетілгенде can I light the campfire? Мен лагерь отын жақсам бола ма дейді. Бірінші can басталады, яғни сөйлем. Can we visit the volcano? Біз жанартауларға барсақ бола ма дейді. Екінші сөйлем бізде he деп басталады. He doesn't have to come with us болады. Ол бізбен бірге жүрудің қажеті жоқ дегені. Үшінші бізде сөйлем can сөзінен басталады. Can I use your penknife? Мен сенің бәкіңді қолдансам бола ма деген. Төртінші we сөзінен басталады. We have to wash our clothes. Біз киімдерімізді жууымыз қажет деген. Келесі they сөзінен басталады сөйлем. They don't have to get up early.
оларға ерте тұрудың қажеті жоқ деген сөйлем. Осымен оқушылар 4 жаттығуды орындадық. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады, түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. So subscribe my channel, students. See you next lesson. Келесі сабақта кездескенше оқушылар. Goodbye.